Баршаңызға қайырлы күн. Келе жатқан ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекеміз құтты болсын. Соған орай наурыз көже рецебімен бөлісетін боламын. Әрине өзімнің нұсқаммен алдымен каналға тіркеліп, видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдын ала етімізді жақсылап жуып, одан кейін мұздай суға салып, қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін көбігін алып, 2-2,5 сағаттай пісіріп алатын боламыз. Бұл көжеге негізі сүрленген етті қолданса, немесе қазыны қосып жасаса өте дәмді болып шығады. Одан кейін мен перловкамен жасағанды жақсы көремін. Жақсылап жуып аламыз. Одан кейін ыстық суды құйып, жақсылап тұндырып қоятын боламыз. Перловка немесе жүгеріні бірден етпен бірге пісіріп алсақ та болады. Негізі мен бұл жерде бірінші етті пісіріп алдым. Одан кейін барып жүгерімді 1 сағаттай уақыттың көлемінде бөлек пісіріп алатын боламын. Піскен етімізді алып, сорпамызды жақсылап сүзіп аламыз да, оған кішкене еселеп су құйып, қайнатып алғаннан кейін жүгерімізді салып, оны да 1 сағаттай уақыт пісіріп алатын боламыз. Ол ұзақтау уақыт піседі, сондықтан да негізі басында етті қайнағаннан кейін жүгеріні да қосып салып, бірге пісіре берсеңіздер де болады, уақытыңызды үнемдеу үшін. Ал оған дейін картопымызды, морковымызды жақсылап шағындап етіп турап дайындап қоя береміз. Бұл наурыз көжені әркім әртүрлі жасайды. Қатып қалған ережесі жоқ, бірақ құрамында міндетті түрде 7 түрлі заттан тұруы қажет, немесе одан да көп ағарғандарды қосып жатады. Мен картоп пен сәбізді міндетті түрде қосамын. Жыл сайын осы рецептпен жыл сайын жасап жүрмін, және де барлығына да осы менің наурыз көжем қатты ұнайды. Перловкамыз пісіңкіреген кезде картопымыз бен сәбізімізді салып, тағы да пісіріп алатын боламыз, оттың астын жайырақ қойып. Одан кейін мейізімізді міндетті түрде қосатын боламыз, себебі осы мейіз ең ерекшелігі деп ойлаймын наурыз көженің. Және де піскен етімізді де үстіне турап салатын боламыз. Жақсылап араластырып, тағы да тұндырып қоятын боламыз, толықтай піскенше дейін. Әбден піскеннен кейін бір ағарған қосуымыз қажет. Көбісі құрт, айран қосып жатады. Мен сүт қосуды жақсы көремін. Сүт қосып, одан кейін тағы да араластырамыз да, жай отта 5 минутқа қойып қоямыз. Мінекей біздің наурыз көжеміз дайын болды. Ең дәмді және де ең оңай жасалатын наурыз көже рецебімен бөлістім деп ойлаймын. Шынымен де өте дәмді болып шықты. Сіздер де осы рецептпен наурыз көже жасап көріңіздер. Ас болсын. Назарларыңызға рахмет.